Әнші қонжық. Ертеде аңдар қаласында қоңыр қонжық өмір сүріпті. Оның бар арманы атақты әнші болу екен. Бір күні ол достарына өзінің ән кешін беретіні туралы хабарлайды. Достары оның ән кешіне келеді, бірақ оны мазақ етіп, мынадай алып денемен, жуан дауыспен қандай әнші шығады деп мазақтай бастайды. Ол сөздерге көңілі түскен қонжық үйіне келіп жылайды. Анасы қоңыр қонжықты құшақтап, оның армандарының орындалатынына сенетінін және де қоңыр қонжықтың даусының ерекше әрі тартымды екендігін айтады. Бір күні ол аялдамадағы жардама тақтайшасында жақында таланттарға арналған шоудың өтетіні туралы оқып қалады және ол шоуға әншілер де қатыса алады екен. Сол күннен бастап қоңыр қонжық таланттылар шоуына дайындықты бастап кетеді. Ол студияларға барып ән жазып, вокалдан сабақ алып және де қандай киім киетінін дайындап жүреді. Қоңыр қонжықтың сахнаға шығатын кезі келді. Ол қатты қобалжып тұр, бірақ бар жігерін жинап сахнада өзін еркін ұстап өз арманына қарай талпына берді. Осылайша қоңыр қонжық әнші қонжыққа айналды, достар.